Қазақстан деген не? Бұл бірінші кезекте адамдар. Жаңа, әділетті Қазақстан. Бұл біздің бір-бірімізге деген қарым-қатынасымыз. Бұл өз елімізді қалай көретініміз туралы. Еліміз ойымыздағыдай өзгеру үшін жасалатын әрекеттер туралы. Кез келген өзгерістер үшін алғашқы қадамдар жасайтын адамдар табылуы қажет. Өздерінен бастайтын, өзгелерді де ілестіре алатын жандар. Сені және сен секілді адамдарды елді жаңа Қазақстанға айналдырып, жаһандық өзгерістерге жетекшілік ету күтіп тұр. Мұны қалай жасауға болады? Ең бірінші барлығымыз кездесуіміз қажет. Әлеуметтік желілерде емес, бетпе-бет. Елдің түкпір-түкпірінен келген ең белсенді жастар жиналып, өз жобаларын, жаңа, әділетті Қазақстан қандай болу керектігі туралы түсініктерін талқыға салуы қажет. Әрбіріміз өзгерістерді жақындату үшін не істей алатынымызды талқылауымыз керек. 13 шілде күні Астанада жаңа адамдар қозғалысы Қазақстан бар ғұмырым бірінші жастар конвентін өткізеді. Бір алаңда алғаш рет белсенді азаматтық ұстанымы бар жас, креативті, шығармашылық адамдар бүкіл елге Қазақстан бар ғұмырым деп жариялау үшін бас қосатын болады. Сені бірегей білім беру бағдарламасы, бір жерде жиналған елдің үздік фестивальдері, акционистер шайқасы, танысу нүктелері және көлденең байланыстар рейтингі күтеді. Бірінші жастар конвентін қазақстандық үздік әртістердің ерекше өнер көрсетуі қорытындылайды. Convention.kz сайтына тіркел және бейнеролик түсір. Роликте өзің туралы айтып, мен неге конвентке барамын сұрағына жауап бер. Роликті әлеуметтік желіге конвентке барамын хэштегімен белгіле және өз қалаңдағы кампустан билет ал. 13 шілде Астана Экспо. Біз сені өміріңдегі маңызды оқиғада күтеміз. Есіңде сақта. Қазақстан бар ғұмырым.